Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге шоколадты барқыт пирогын дайындайтын боламыз. Ұнымызға разрыхитель сары майымызды қосып, ұнтақталғанша араластырамыз. Осындай ұнтақталғаннан кейін қантымызды, какаомызды қосып араластырып аламыз. Жұмыртқамызды қосып, нанымызды илеп аламыз. Холодильникке 20 минутқа қоямыз. Творожный сыр, қант, жұмыртқамызды қосып миксерлеп аламыз. Дәл осындай қалыпқа келгенше миксерлейміз. 22 сантиметрлік формада пісіретін боламын. Формамызды дайындап, нанымыздың кішкене бөлігін алып қаламыз. Формамыздың шетіне кішкене шығыңқы етіп жайып саламыз. Дайындап қойған қоспамызды үстіне құйып шығамыз. Алып қалған нанымызды бетіне осылай әрлеп қойып шығамын. Пирогымыздың бетін өздеріңіздің қалауларыңызбен әрлесеңіздер де болады. Духовкада 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын, дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер.